сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз сасық меңдуанасының емдік қасиеті. Сасық меңдуананың ем болатын аурулары. Біріншісі, кеңірдекше демікпесіне. Сасық меңдуана гүлінен бір фунт турап темекіге араластырып тартады. Балаларға қолдануға болмайды. Екіншісі, жел қыздан бел аяқтың ауруына. Сасық меңдуана гүлінен 50 граммды 500 граммға араққа 10 күн шылап бұқтырып, бір жылда 5 мл-ден күніне 2 рет ішеді. Сонымен қатар гүлі немесе жапырағынан лайықты мөлшерде алып суға қайнатып ауырған жерді жуады. Үшіншісі, асқазан ауруына, демікпеге. Сасық меңдуана жапырағынан 2 фунтты суға қайнатып ішеді. Төртіншісі, жүйке нерв сипатты бір жақ шеке ауруға, шоңданай сүйек жүйке нерв ауруына да қолданылады. Қолдану мөлшері 1-2 фунт. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.